Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге омега-3-дің пайдасы жайлы айтпақшымын. Жалпы омега-3 балық майы, яғни полиқанықпаған май қышқылы. Омега-3 организмнің өсуі үшін, дамуы үшін өте қажетті май болып табылады. Оны күнделікті өмірімізде, күнделікті тамақта біз оны тұтынуымыз қажет. Омега-3 таңдаған кезде міндетті түрде оның құрамындағы ДГК және ЭПК деген майларға қараймыз. Олардың мөлшері, яғни саны жоғары болуы керек. Неғұрлым жоғары болса, организм үшін соғұрлым пайдалы болып табылады. Және құрамындағы май майда балықтардан, яғни ұсақ балықтардан алыну қажет. Өйткені балық неғұрлым ірі болатын болса, соғұрлым ол өзіне ауыр металдарды, ауыр тұздарды жинайтын болады. Сондықтан да майда балықтардан алыну қажет. Ең алдымен омега-3 жүрек жұмысын жақсартады, яғни холестериннің мөлшерін төмендетеді. Артериялық қысым төмендетеді. Атеросклероздің прогрессиясы кезінде де жақсы көмектеседі. Екіншіден, психикалық бұзылыстардан сақтайды. Өйткені біздің миымыз 60% майдан тұрады. Сол үшін осы омега-3 қажет. Альцгеймер, яғни ұмытшақтық ауруының ерте алдын алады. Үшіншіден, салмақ азайтуға көмектеседі. Өйткені бұл омега-3 метаболизмді, яғни зат алмасуды жақсартады. Төртіншіден, жүкті әйелдердің құрсағындағы баланың есте сақтау қабілетін және көру қабілетін, орталық жүйке жүйесінің дамуына орасан зор әсерін тигізеді. Сонымен қатар жас балалардың ойлау, есте сақтау қабілеттерін де арттырады, ал әйелдердің репродуктивті функциясына әсер етеді, яғни бала көтеру функциясына әсер етеді. Сонымен қатар бұлшықеттің жиырылуына, қанның ұюына, тромбтардың пайда болуын тежейді. Теріні жақсартады, тырнақтардың, шаштардың жақсы өсуін қамтамасыз етеді. Және бауырдағы майдың мөлшерін азайтады, яғни жировой гепатоз, майлы дистрофия кезде қолданған өте тиімді әсер етеді. Және сүйектерді де қатайтады. Омега-3-ді бір күндік дозасы 500 мың миллиграмды құрайды, және оны тамақ ішіп отырған кезде қабылдау қажет. Омега-3-ді таңдаған кезінде сыртында fish oil деген жазумен таңдауымыз қажет. Егер liver oil дегенмен таңдайтын болсаңыздар, ол таза емес, яғни ол бауырдан алынды деген сөз, ал бауырда ауыр металдар жиналады. Сондықтан да fish oil деген жазумен таңдаңыздар. Егер видео пайдалы болып ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз.